Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздер де бәрі жақсы деп ойлаймын. Мен бүгін тақырыптан көргендеріңіздей бір қызық эксперимент жасағым келіп тұр. Қазір корейский фикс прайсқа барамыз, сөйтіп 10.000 теңгеге не нәрсе келетінін көрейік. Жалпы ол магазиннің аты Daiso деп аталады. Негізі ол японский бренд, яғни Жапон елінің магазины. Ол жерде бағалар 300 теңгеден басталып 1000-2000 теңгеге дейін. Және ол жерде ыдыстан бастап жалпы барлық нәрсе бар. Қазір бірге көрейік. Міне біз кірген кезде мына жерде бірінші зонтиктан басталады. Кореяда зонтик өте актуальна, себебі жаңбыр өте көп жауады. Бағасын көрейік, міне 5000 вон. Және мынандай үстіге киетін жаңбыр кезде үстіңізге плащ ретінде киіс келеді. Және мына жерде қазіргі таңда ең актуальный зат ол маска. Кореяда білесіздер ғой енді, бәрі масканы обязательно тапқызады. Және ол простой маска емес, именно міне KF94 деген осындай маска болу керек. KF94 болмаса болмайды. Кіргізбейді кейбіз нелерге, зданияларға. Мынандай жұқа маска болса. Жалпы негізі коронавирустың алдында да кәрістер маска тағып жүрген. Себебі Қытайдан жаман шаң келеді, соған байланысты. Мен бірінші маска алудан бастаймын. Мен масканың 5 штугын алғым келіп тұр. Осы Daisoның маған органайзерлары қатты ұнайды. Мынау мысалы дәрілерге арналған. Сіздің егер дәрілеріңіз әр жерде шашылып жүретін болса, осындай міне 300 теңгеге 1000 вонға осындай органайзер алып қойсаңыз болады. Мен даже мына жерде тұр міне дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі деп осылай күн-күнімен, сосын бірінші күн, екінші, үшінші, төртінші деген сияқты. Мынандай түрде бар. Бұл да 1000 вон. Мынау да 1000 вон тұрады екен. Неше түрлері бар. Барлығы 1000 воннан. Тіпті мынандай жабылатын, көрінбейтін түрі бар. Осындай. Негізі Daisoда осындай неше түрлі тәттілердің түрлері бар. Және басқа магазиндерден қарағанда білімше салыстырмалы түрде арзан. Чекупай. Так. Мен мынандай шоколад, 1000 вон тұратын шоколадтан екеу алмақшымын. Ішінде орехтар бар. Конечно же, Корея ол раменсыз Корея емес. Мына жерде дайын күріштер 1500. Рамендар 3000 вонға неше түрлісі бар. Енді мен канцелярский отделдан шыға алмай қалам, себебі бұл жақта күшті дәптерлер бар. Көрейік. Достар, маған сіздердің кеңестеріңіз қажет. Мынау жасыл түсті 2000 вон тұратын пеналмен қара түсті сынап тұр. Қайсысын алсам екен? Мен жасылын алатын сияқтымын. Бірақ қара да күшті сияқты. Или қарасын аламын. Шын күшік сияқты екен. Негізі біз бірінші осы Кореяға келген кезде өзіміздің бөлмемізге қажет заттардың көбісін осы Daisoдан алатынбыз. Енді сол қазір 3-4 этажға шығып сіздерге ыдыстарды көрсетейін. Міне мындай үлкен салфетка 5000 тұрады. Ол тамақ істегенде қолға киетін перчаткалар 5000 вон. Мына жерде тамақтарды да кішкентай пакетке салып қою, мынандай пакетке салып қою 3000 вон. Ал енді мына жерде мына ыдыстармен қыздың жасауын жасауға болады. Так. Мында контейнерлар тамақ салып қоятын 5000 вон екен, үлкен болғандықтан. Мындайлар, ой. 2000 вон. Негізі мен осындай контейнерге қатты қызығам. 2000 вон тұрады.
ішіне андай сап қойғанға ше крупы, мысалы күріш деген сияқты андай макарон әдемі болып тұрады. Біреуі 3000 вон тұрады. Міне тарелкалар неше түрлі. 5000 вон, 3000 воннан. Міне мынау ұзын тарелка ше, жалпы корейский кимпап бар ғой, сол кимпап салған ұзын болады ғой. Осы жаққа салып қояды. Аналар мысалы бір жағына кимчи сияқты неше түрлі салаттар кішкене салып қоюға. Кішкентай. Мына тарелка әдемі екен. 3000 вонға. Осының сәл басқаша түсі болғанда мен алатын едім. Негізі ақ та болады. Міне сотта ішетін кеселер. Әдемі ғой, айтыңызшы. Ол да әдемі екен. Күштісін-ай. Ыдыстарын жаңартқым келіп кетті ғой. 2000 вонға. Тасидың. Осыны аламыз 3000 вонға. 2000 вонға осындай простой ақ тарелка аламын. Так. Сосын 2000 вонға осындай кесе. Мына кішкентай болады, деме? Прошу, слишком үлкен. Бұл 3000 вон екен, кеттік ал. 3000 вонға осындай кесе. Bunu alalım. 2000 вон. Осыны алайын. Достар, мен мына жерде мысалы қасығы ұнаса вилкасы ұнамай, вилкасы ұнаса қасығы ұнамай тұр, сол үшін мені алатын болдым. Екеуі 4000 воннан. Кеттік. Мына жақсы сияқты 1000 вонға. Осында аламын. Хорошо, осындай аламын енді. 1000 вон. Осындай фрай-пен 5000 аламын. Ішінде кішкентай. 24 сантиметр. Так. Жаққа қойып. 1000 вонға осындай алмақшымын. Алмақшымын. 2000 вонға. Так, осындай әдемі жақ. Мына жерде негізі менде йога класс болады. Соған мәт алғым келіп тұр. Бірақ мен қазір бұны көтеріп алып кете алмаймын, сондықтан қазір алмаймын. 5000 вон тұратын екен негізі. Көрсетпейді. Мынау рюкзакқа мен ойым кетіп жатыр, себебі маған ноутбук сондай алып баратын кезде жақсы екен, 5000 вон. Бірақ алмаймын. Неше түрлі сумкалар. Каштер осындай көп, осындайды көп ұстайды. Сумкаларды. Бұл сумкалар примерно 3000 вон тұрады. Неше түрлі суреттермен, принттермен. Мына отдел негізі ешқандай көзге емес, кәдімгі обычный носкилер, бірақ мынау не, мынау? Ал мынау бөлімде неше түрлі сабындар, шампуньдар, кремдер. Кстати, мынау нәрсені айтып кетейінші сіздерге. Қызылаға осындай алуым керек. Мына жерде 5000 вонға сушилка бар. Сондай щеткалар тазалайтын, неше түрлі пол жуатын. Так.
мысықты кішкентай мысықтардың ойыншықтарына шейін бір. Үйіңізде мысық болса, оны ойыншық алып берсеңіз болады. Мына жақта енді көп заттар, мелочтар ғой көп. Мына жер Fashion for Dogs деп па? Күшіктерге арналған киімдер, қырқатын арнайы қайшы, ойыншықтар көп мына жерде. Розеткалар, удлинительдер, потом мынандай корейский атақты шлепка. Барлық жерде осыны киіп жүреді олар. Ал сонымен бүгінгі маған керек заттардан алып бұл. Точно. Ал енді отырып есептейік. Қанша теңге болған? Бірінші мынау 1000 вон. Мынау 3000 вон, 4000 вон болды. Мынау 5. Мынау 6. Мынау 7. Мынау 8. 8. Қанша еді? 10. 12000 вон. 13000 вон. Мынау 16000 вон. Так, 18000. 22000. Сосын 24000. 24000. 27000. 27000-ге 5 қоссаң 32000. 32000 вон. Потом мына жақта 32000, 34000, 36000. Мына жақта 5 маска бар. 1000 воннан сонда 41000. Біз негізі 30000-ға өлшеміз деп алған едік, бірақ 41000-ға асып кетті. Не нәрсені алып тастаймыз. Не нәрсе бізге примерно керек емес. Мына қасықтарды арзан алуға болады. Потом нанды арзан вариантын алуға болады. Нан алмай қойсам болады. Және де мынау 1 ғана қалдырсам болады. 2000 вон. 30000-ға шамалап осындай заттар алуға болады екен.